Alhamdulillahi vahda ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'dahu ve ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Құрметті мұсылман жамағат, Алла тағала білім мәжілісімізді сауаптан жазсын. Бүгінгі тақырып өте маңызды, күнә мен сауапқа байланысы тікелей бар. Ол сөзге байланысты, өзіңіздер жақсы білесіздер, сөзге байланысты көп айтылады. Күнәні сөйлегеннен көп шығады. Сол кезде сөйлеген адамға байланысты, енді бүгін біз сөйлеген адамның сөзінді қалай қабылдау керек? Өзіміз күнәға батпау үшін естіген сөзді қалай түсінеміз? Сеніп қаламыз ба, әлде зерттеп оны анығына, шындығына жетеміз ба, көз жеткіземіз, дұрыс айтты ма, қате айтты ма, шындық па, өтірік па, соған қалай көз жеткіземіз деп біздің шариғат сол жолдарды көрсеткен ережелер бар ол жайында. Мысалы, Қади Ияд рахимаулла, атақты Малики мазхабының ғалымы, сунниттік бір сөзінде хадистің шархында айтады: ақыл бар адамдар, ақыл иелері сөзді естегенде сөзге де қарау керек, және сөйлеген адамға да қарау керек. Яғни екі нәрсеге бірдей қарау керек. Тек қана сөзді ғана тыңдап, кім сөйлеп жатқанын шаруам жоқ деп не қылмау керек. Және сол сияқты да сөйлеген адам осындай екен, не айтып жатыр екен, мағынасы қандай екен қарамау, ол да дұрыс емес. Екеуіне қарауға қолынан келгенше тырысу керек. Оған енді әрине ол адамды кім екен көз жеткізу керек сөйлеген. Мысалы ретінде соны түсінікті болу үшін сол имам сол кезде бір мақал келтіреді: инкан адун фахуа бала уан хасуна уан кана вали фахуа вала уан хашуна. Егер де ол адам дұшпан сияқты болса, сол адам сөйлеген адам дұшпан болса, дос емес, жақсылық қалаған адам емес, оның сөзі қанша әдемі болса да, ол сен үшін бәле болады, жамандық деп. Қанша сөзі сыртты қараған, бір сөзге қарағанда әдемі сөз, бірақ сөйлеген адам дос емес сөйлеп жатқан. Ол сен үшін бәле. Ал егер де ол дос болса, саған жанашыр адам, сенімен жақсы қатынаста болған адам, дос адам мағынасында болса, оның сөзі бір қарағанда онша болмаса да, оның сөзі сен үшін жақсылық. Осы қағидалар бойынша біз түсінеміз. Адамға қарап және сөзге қарап сөзді түсіну керек. Өйткені мысал ретінде осы тақырыпқа енді бір қатысы бар нәрсе, осы мысалы бір сөзіне пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады: адам баласы бір пенде барады, өтірік айтады бір сөзді, аузынан өтірік шығады. Ол өтірік сөзі бүкіл жер бетіне жайылады. Соған сеніп қалады, біраз адамдар мүмкін сеніп қалу мүмкін. Сол сенгеннен әртүрлі зұлымдық пайда болады. Біреулерге жақсы адамдарға жала жабылады. Сонымен жаңа осындай жамандық пайда болады. Өтірік сөйлеген адам әрине күнәға батады. Өтірікші енді бөлек үлкен шариғат, оған енді біз тоқтамаймыз, үлкен күнә. Бұл жерде бүгінгі біз тақырып сол қалай ажырату керек, өтірік пен шындықтан ажырату керек. Алла тағала бізге нәсіп етсін шындықты пен жүруге, жаңа шындықты көруге, түсінуге. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадис аринал хаққа хаққан варзуқна тибаға. Алла тағала бізге хақты хақ болып көрсет, және оны бізге сонымен жүруге нәсіп ет. Варинал батиле батин варзуқна иштинаба. Және қате нәрсені, бұрыс нәрсені, қате екенін бізге түсінуге, бізге оны көрсет, қате екен. Сол қате нәрсеге ермеу үшін Алла тағала бізге ермеуге нәсіп ет. Яғни бұл жерде Алла тағаланың тауфиғы да керек, Алланың жәрдемі де керек адам баласы. Бірақ адам өзі де тырысу керек. Өйткені әр өзі үшін ертең қиямет күні өзі де жауап береді. Бір жаңа дұрыс емес сөздерге сеніп қалса, сондай жаман ойлап қалса, сонымен күнәға батады екен. Ол шариғатымызда осы және жақсы ойлау және жаман ойлау жайында қандай нелер бар. Ол да жайында көп шариғаттар айтылады. Ол жерде мысалы мынандай бір сөзінде айтады: адам баласы бір мысал келтіріп бір сөзді жаман ойласа біреу туралы, яғни сеніп қалды, біреулер жаман екен деп сеніп қалды. Сонымен жаңағы қиямет күнінде ол жаман емес болып адамды шықса, күнәға батты, біреулер туралы жаман ойлаған үшін. Ал егер де жақсы ойласа, жаман ойламай, сенбей жаңағы мынандай
өтірік жалаға бір нәрсеге сенбей жақсы ойласа, қиямет күнінде олар ондай болып шықпаса, оған күнә жазылмайды. Осындай не бар шариғатта, енді ол терең нәрсе. Тек қана мысалы ғалымдар өздері ғана кей кезде қателеседі, білім адамдар. Оған енді бір мысал ретінде келеді, алаяқ деген адам болады өмірде. Алаяқтар әртүрлі болады, шебер алаяқтар болады, мықты алаяқтар болады. Сондай мықты алаяқтар болады, оларды ешбір қанша білімді данышпан, ғұлама адам, көз ашық адам біле алмайды екен, алаяқ екен, өтірікші екен біле алмайды. Тек қана қиямет күнінде ғана Алла тағала әшкерелейді екен. Сондықтан осы жерде де әр естіген сөзді дұрыс түсінуге тырысу керек. Кім айтып жатыр, не айтып жатыр, білмесек білетін адамдан сұрау керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір сөзінде айтады, адамға жететін күнә өзі бір нәрсені естіп алып, көзі жеткізбей, шындық па, дұрыс па, соны біреуге айтып қайталау жететін күнә, жеткілікті күнә. Кафа билмар исма ан якуля бикулли ма самия, әрбір естіген нәрсені айта салу біреуге, бұл жеткілікті күнә. Енді осы жерде бұл мәселе әділеттікке де байланысты. Әділ мұсылман әділетті болады. Өйткені әділеттік ол Алланың бірлігімен, таухидпен бірге бірге жүреді, қатар жүреді. Өйткені әділеттік жоқ жерде таухид та жоқ. Әділеттік деген несі? Әділ ақты ақ деп айту, қараны қара деп айту. Сол әділеттік. Хақ біреу, Алла тағала хақ, мысалы хақты да біреу сондай сияқты хақты хақ деп айту. Осы нәрсе әділетті болу. Әділеттікті тәрбиелеу, адам өзіне болмаса тәрбиелеуге тырысу. Ол да руханиға, тазалыққа да байланысы бар. Оны адам өзін тәрбиелеп, осында әділ құл болуға тырысу керек. Және шариғатымызда мынау үлкен бір мәселе, бәрі осы тақырыпқа да қатысы бар. Мұсылман адам қандай болады сипат? Оны бір кітаптарда, хадистің нелерінде, шархтарын айтады. Бұл хадис, осы хадистер, риwаяттар осы мағынада, олар діннің бір негізі, шариғат, біз ислам дінінің негіздерінің бір хадиске, соны негіздерге жатады хадис. Ол хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, адам баласы толық иман келтірмейді, шарх бойынша иман келтірмейді, яғни толық кәміл иман болмайды, өзіне жақсылық қалаған нәрсені басқа мұсылман бауырына қалағанша толық иман болмайды. Бір риwаятта мұсылман бауырына өзіне қалаған нәрсені қаламағанша иман толық болмайды. Екінші риwаятта адамзатты деп айтады. Линнас, адам баласына, адам балаларына, адамзаттарға, оларға да жақсылық қаламасаң өзіне сияқты. Сонда иман сенде кәміл емес. Бұл жерде де ислам дінінің қандай әділ екен, шынайы хақ дін екенді көрсетеді. Бізде тек қана өзіміздің қасымызда тек қана өзіміз жақтайтын адамдарға жақсылық қаламаймыз, бәріміз бүкіл әлемге жақсылық қалаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мейірім бүкіл әлемге мейірім болып жіберілген деп Құран Кәрімде айтылады. Сол жерде мұсылман да, мұсылман емес, бүкіл хайуан әлем болсын, бәріне оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Қаншама біздің шариғатымызда сол жайында айтылады екен. Сондықтан адам өзіне, мұсылман адам өзінде бір жақсылықты көрсе, сол жақсылық басқа біреуде болса, өзінде мысалы құқықтар, адам баласы құқы бар ғой, осы өмірде сүретін құқықтары, әртүрлі құқықтары, сол амандық, бейбітшілік, денсаулық, әртүрлі жақсылықтар қолындағы бар нәрсе, соны жаңағыдай басқаларға да қалау керек. Және әділ мұсылман адам соны көрген кезде ол ақты қара деп айтпайды, қараны ақ деп айтпайды. Біреудің құқысына біреу ал қойғысы келсе, мысалы, біреудің жерінді ал қойғысы келсе, және сол сияқты нәрсе біреуіне жаңағыда үйіне келіп, басқа несіне, еліне келіп, сондай жеріне, басқа өзін отанына шабуыл жасаған адамды ешқандай да мұсылман ғана емес, басқа да әділ адам оны біледі екен, кім бұл жерде дұрыс, кімдікі бұрыс екен, сол жерде біледі екен. Сондықтан ақпаратты естіген кезде де бұл жерде тағы да бір қосымша нәрсені айтқым келген, адам баласы әлсіз болғасын, әрине ол
толық көз жеткізбеу мүмкін толығының шындығына, бірақ ол шындық бәрібір ондай емес, бәрі көрінбейтін, бәрі сонша бәрі жасырын, бәрі тек қана как біреулер айтқанда біреулер бір нәрсе сөйтіп жатыр, бүйтіп жатыр деп сондай нәрселер бар. Ол жайында да бір сіздерге бұл мәлімет айтып кетейін. Ал сіздер енді түсінетіндер түсінген шығар не туралы айтылып жатқан. Ол жерде ғалымдар айтады, олай да істеуге болмайды. Біреулерді құдай сияқты көрсетіп, солардың бір қалаған сияқты болады. Солардың бәрі жаңағы жасап жатқандай, ол дұрыс емес. Және ол жерде ар жағында тағы да басқа бір мағына бар. Ондай сөйлейтін адам неге олай солай сөйлейді? Неге олар жаңағыдай солай айтады? Себебі өздерінің әлсіздігін, өздерінің сауатсыздығын, дәрменсіздігін солай көрсетеді. Мен не істеймін? Мыналар біреулер соны сөйтіп жатыр ғой деп, жаңа солай өзінді ақтайтын бір түрі сияқты. Әр адам пенде болғасын осылай ақталады әр түріне, бірақ та оны ақталған Алла тағала ақтайды. Ертең қиямет күнінде енді бәрі шындық, бәрі ашылады, бірақ ол түсінікті, осы бәрі өмірдегі шындық пен ақпаратты дұрыс түсіну керек. Естіген нәрсені өзіңді басқаларға зиян тигізбеу үшін Құран Кәрімде сондай аят, сендерге хабар келсе, Алла тағала Құранда айтады, бір хабар келсе оны анықтаңдар, біреуге зиян тигізбеу үшін артынан өкініп қаласыңдар. Өкініп қалғанда күнәға батқан үшін өкініп қалады адам. Сондықтан ақпаратты дұрыс тыңдау керек, дұрыс түсіну керек, шындықты жақтау керек. Ақты ақ деп, қараны қара деп айту керекпіз. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк, бирахматика я архамар рахимин.